Өмірім осылай өзгереді деп біреу айтса, мен оған еш уақытта сенбес едім. Мөлдір жатағымға еріп кетті. Алла жолына түсем деп адасқанын білген жоқ. Ерім деп шын сенген еркектері бір сәтте тастап кетіп жатты. Талақ деп 3 рет айтады да болды. Сен менің әйелім емессің дейтін. Кішкентай 2 айлық бөпем болса да қарамады соңғы күйеуім. Мен айтам да, жұрттан ұялмайсыздар ма? Намаз оқисыздар, имандымын дейсіздер. Әйелді алып, балаға да қарамай тастап кетесіздер десем, маған айтады, бәріне сен кінәлісің, мінезің шатақ, жұртта жұмысым жоқ, мен тұрғым келмейді сенмен, кет үйден дейтін. Әкесі басқа елге кетіп қалғасын, Мөлдір анасы екеуі қиындықты көп көрді. Баспанасы болмай, әркімнің босағасын жағалап жүрді. Енді мектеп бітірер тұста анасы жүрек талмасынан көз жұмды. Қызының үздік дипломын ұстап, қуанар сәтін көре алмады. Құшақ жая қарсылатын бауырлары болмағасын, жұмыс істеуге Астанаға кетеді. Бір пәтерде хиджаб киіп, намаз оқитын қыздармен тұрады. Олар Мөлдірді иманға бет бұруға шақырады. Көршілерінің кей оғаш қылықтары күмән тудырса да, аз уақытта айтқандарына көнеді. Басында қасымда бірге тұратын қыздардың жат ағымның жетегінде жүретінін білмедім. Теледидар көрсетпейді, музыка харам дейді, адамдар кәпірлер, тозақтықтар деп жиі айтатын. Біз жамағатпыз деп апта сайын бас қосатын. Мен бармай жүрдім, бір күні қоймай алып барды. Ол жер басқа әлем екен. Мен үйрене алмадым. Сол бірге тұратын қыздың ағасы да намазхан екен. Соның жолдас жігітімен таныстырды мені. Бір-екі көрсеткеннен кейін қыздар мені үгіттеп дарханға қосты. Некемізді қидық. Тұрмысқа шыққасын күйеуі Мөлдірге намаз оқып, орануды талап етті. Айтқанын екетпей бәрін орындады, бірақ көп жағдайда сәл ренжісе, жұдырығын ала жүгіретін. Бір жастан енді асқан ұлын шошытып, аяғы ауыр әйеліне қарай қолына түскенді лақтыра салатын. Екінші сәбиін дүниеге келгенде дархан екінші әйел алам деп шорт кесті. Өзіміз пәтер жалдаймыз, күнімізді әрең көретін біз, кейде тойып тамақ ішпейміз. Балаларым кішкентай мазаң болды, жылай беретін. Арасы жақын ғой. Күйеуім ештеңеге қараған жоқ, тастады да кетті. Кейіннен естісем, сол менен бірге пәтерде тұрған бір қызға қосылыпты. Сонымен бірге тұрып жатыр екен. Діннен хабары жоқ, 5 уақыт намазын оқымайтындар азаматтық некеге білместіктен барса, діннен хабары жоқ, 5 уақыт намазын оқымайтындар азаматтық некеге білместіктен барса, өздерін ислам жолындамыз, шариғатты білеміз деп адасқандардың әрекеті бұл. Мешіт имамдары әйел ажырасқаннан кейін 4 хайыз уақытын шамамен 4 ай күтіп, содан кейін басқаға тұрмысқа шығуға рұқсат дейді. Ал некені мазақ қылатындардың арыз әрекеті жеңіл жүріске түскенмен пара-пар. 4 рет талақ айтылды. Мөлдірдің отбасы болам, әйел бақытын сезінем деген әр қадамы осылайша сәтсіз аяқтала берді. Бір ауыз сөзбен киелі шаңырақтың шырқы бұзылып, зар илеген ана, жәутеңдеген сәби қала берді. Пәтерде бірге тұрып, күйеуіммен табыстырған қыздарымен хабарласып, оларға болған жайдың бәрін жылап айтып бердім. Олар жұмыс қарастырып берді. Қорықпа, браттар бар ғой деді. Мен жалғыз болғасын үйге келіп, маған дін туралы көп нәрселер айтатын. Уағыздар тыңдатты. Неше түрлі видеоларды әкеп құлшылықты үйрен дейтін. Бір күні Марал есімді қыз Дарханның күйеуімнің жолдасымен таныстырды. Аты Айдос, достары көп келетін. Бірақ мен тамақтарын дайындап, өзім басқа бөлмеде баламен отыратынмын. Олар түнгі көп әңгімелесетін. Атын естігенім болмаса көрмегенмін. Сонымен қосты қыздар мені. Шариғатта көп жалғыз жүруге болмайды деді. Айдос пен Мөлдірдің де некесі ұзаққа бармады. 3 айдан соң мен басқа елге кетем, діни білім алам деген сылтаумен тастап кетті. Бірақ аманатын да ұмытпай, әйелін досына сеніп тапсырыпты. Жүрегі қақ айырылып, қан жыласа да шарасыздықтан Айдостың айтқанына көнеді.
Қазіргі таңда енді талапқа орай мүмкін қосымша егер діни көзқарасын болашақ жарының діни көзқарасын анықтау мүмкін болмаса, егер дін жолында жүрген азамат болса, анықтау мүмкін болмаса, онда мешітке келіп, имаммен ақылдасып, себебі жамағаттың көбі мешітке келеді. Имамдар көп жамағатты таниды, араласады, біліседі. Имамдардан ақыл кеңес алғанда артық етпейді. Дер кезінде тоқтап үлгерді. Гүлімде аңдамай жүріп, шоқ басып, мөлдір сияқты өмірін өкінішпен өткізер еді. Есін жиғанға дейінде көп тауқыметті көріп үлгерді. Адасты, арпалысты, ақыры тура жолды таныды. Ата-анама ғашықпын. Бауырларым маған ақыл айтса, оларды күліп, не сөздерін тыңдамай қоятын. Ол кезде мен тек қана күйеуімнің айтқанын ғана дұрыс деп есептедім. Ол мені жат ағымға кіргізеді, мені керексіз зат секілді әркімге итере салады деген ой мүлдем келген жоқ. Гүлім алғашқы күйеуі Асқармен интернет арқылы танысты. Бірнеше рет кездесті, әңгімелері жараса кетті. Асқар енді ғана дінге бет бұрып, бірер ай бұрын намаз оқи бастаған екен. Университеттің соңғы курсында оқып жүрген Гүлімге ислам тұрғысында әңгімелер айтып, өзін тек жақсы қырынан көрсететін. Алайда ата-анасынан теріс айналып, сол сәтте Гүлім жаңа танысының соңынан кете барды. Асқар Ахи деп араласатын 4 жігітпен бірге пәтер жалдап тұратын. Амал жоқ, екі ғашық қол ұстасып сол жерге барды. Некесінде сол үйдің егесімін деп таныстырған жас үлкен досы қия салды. Ол аңда-саңда пәтер ақыны алу үшін келіп тұратын. Сол күннен бастап Гүлімнің өмірі тозаққа айналды. Менің толық білімім болған жоқ. Оқуды тастап кеттім. Содан кейін бір-екі жерге ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрдым. Бірақ кішкентай күннен бүйрегім ауыратын болған соң көп жерден жұмыстан шығып кеттім. Және маған ол намаз оқып хиджаб киюді бұйырды. Мен намаз оқымайтынымды айттым. Екеуміз көп арпалыстық. Айтқанын тыңдап, кейін айтқанын тыңдап хиджаб киіп жүрдім. Үйге келсем, жұмыстан шаршап үйден келген кезде үйде тоқырлаған адам болатын. Барлығы жиналып, бір видеоларды көріп, солар тамашалап, бір кітаптар оқып, барлығы жиналып отыратын. Уағыздар тыңдайтын. Мен шаршадым десем, бас салып ұратын. Күйеуіңе қарсы шықсаң, жаннатқа кірмейсің деп сондай сөздер айтатын. Бәрінен мезі болған Гүлім Асқарға мінез көрсетіп, екеуі жанжалдасып, жалдамалы үйдегі берекесіздік күн өткен сайын өрши түсті. Ашуға булыққан Асқар талақ айтып, отбасын тас-талқан етеді. Киімдерін жинап, бір күнде кетіп қалады. Жылап қалған келіншекті ең бірінші болып, жасы 20-ға да жетпеген бек жігіт жұбатады. Артынша екеуі неке қиып, сол бөлмеде, сол төсекте өмірін жалғастыра береді. Әрине Асқармен сүйіп қосылғасын оны ұмыта алмадым басында. Бек жігіт те жақсы жігіт болды, бірақ мен Асқарды кешірім сұрап келуін күттім. Тіпті бір-екі ретте жұмысын іздеп бардым. Бірақ бек жігітпен қосылғасын енді бақытты болатын шығармын деп ойладым. Бір күні түнде ұйықтап жатсам, бек жігіт телефонмен сөйлесіп жатыр екен. Асқармен сөйлесіп жатқанын білдім. Тіпті түк болмағандай қал жағдай сұрасып, әзілдесіп те жатыр екен. Мен шошып кеттім. Біз екі балалы болған кезімізде ол мені өзінің досына тапсырып, басқа жаққа кететінін айтты. Менің оған досының қажет еместігін айтып, заттарын жинап шығарып салдым. Ертеңін-ақ оның жолдасы Жақпек келді. Ол өзі үйде жұмыс істемей, үйде жатып, мен балаларымды басқа біреулерге қаратып, ақша тауып, жұмыс істеп жүрдім. Отан отбасынан басталады. Дана халқымыз ғасырлар бойы осы қағидамен өмір сүріп келеді.
Шаттығы жарасқан жанұя адам баласының өсіп өнетін, жақсылығын асырып, жамандығын жасыратын, бірлікке шақырып, ынтымақты ту ететін қасиетті мекені. Отбасының берік болуы, ізгі, парасатты, зерек, алғыр ұрпақтың қалыптасып, сол арқылы дамыған ең озық мемлекетке айналудың басты тірегі. Қоғамда әйел адасып, әйел басқа жолға түсті деген сөз, ол өте үлкен қауіп. Ерте кезде осы әйелін талақ ететін, ол кездің заңдылығы былай еді дегенді естігенбіз. Талақ деген сөз құлағымызда бар, бірақ оның мәні қандай? Күні бүгінгі мынау 21-ші ғасырда сол нәрсе алдымыздан шығады. Осындай өткір күн тәртібінде тұрады деп еш ойламаған едік. Діннің атын жамылып, өздерінің арам пиғылдарын жүзеге асыру мақсатымен осы нәрсе өткір қозғалып жатыр. Жалпы мұсылманда талақ айту өте сирек кездеседі. Қазір 18-де бір күлі ашылмаған қазақтың жап-жас қыздарын діннің атын жамылған мына діндар сымақтар, тырнақшаның ішіндегі діндар сымақтар алады, мазақ етіп, бірінен екіншісіне өткізіп, кәдімгі зат сияқты етіп, оларды талақ етіп тастай беретін нәрсе. Өздерін мұсылманбыз, дұрыс бағытты ұстанып жүрміз деген ер азаматтар оңды солын дұрыс танып үлгермеген қарагөз қыздарымызды арбауына түсіріп жатыр. Жастығын пайдаланып, қорғап, сөзін сөйлейтін ешкімі болмаған әйелдерін керексіз зат секілді тастай салып, талақ сөзімен бар жауапкершіліктен оп-оңай құтыла салады. Мұндай сұмдық оқиғалар шетелде емес, дәл өзімізде орын алып жатқаны өзекті өртейді. Олардың көздеген мақсат мүдделерінің тамыры қайда жатқандығы бүгінде қалың көпшілікке белгілі болды. Қазақтың дәстүрлі дін жолын бұрмалап, талай отбасының шырқын бұзған бүлдіргі ағымдар мүшелерінің қатарының көбеюі жұртшылықты кәдімгідей алаңдатып отыр. Сондықтан осындай ойраны шыққан отбасыларды болдырмас үшін алдымен заңды түрде некеге тұру қажет. Одан кейін діни тұрғыда ант суын ішу көзделген. Теріс ағымның кесірінен, осындай бір бұзық пиғылды ағымдардың кесірінен отбасылық құндылықтар, некенің қасиетті ұғымы бір ойыншық, жеңіл бір нәрсеге айналып кетті. Осы нәрседен біздер жастар сақтандырамыз. Әрбір жас, әсіресе қыз бала үйленетін кезде, тұрмысқа шығатын кезде ең біріншісі өзінің қамқоршысы болған, жанашыры болған ата-анасымен ақылдасу керек. Сіз неге онымен сөйлесесіз, оны оңбаған деп едіңіз ғой деп ашуланып сол жерде ұрыс шығардым. Ол тағы да сол әдетіне басып мені ұрып тастады. Сол талағын айтты. Ахи деп араласатын бауырлар байланысын мүлде үзбеген екен. Жас әйелін тастап жатып, оны еркіне жібермей, асқар діндес інісінің еншісіне беріпті. Тағдырдың тәлкегіне түскен Гүлім осылайша бір жылда 3 рет төсек жаңартты. Жүкті болып, тіпті баласының кімнен екенін білмей дал. Біз 2 аптада бірге тұрған жоқпыз. Ол киімдерін жинап, есікті тарс жауып кетіп қалды. Мен сол кезде денемді көтере алмай, ес-түссіз жаттым. Алғашында бізді Асқармен, сосын Бекжігітпен екеумізді қиған бір Назар деген кісі болатын. Ол маған келіп көмектесіп, көгерген жерлеріме дәрі шағып, солай қарасып, маған тамақ әкеп беріп жүретін. Некелі жарын еш қызғанбастан досына сыйға тарту салты исламға тән емес, жат ағымның жабайы үрдісі. Себебі шариғатта әйелін қызғанбайтын еркек жұмаққа кірмейді делінген. Ал аманат етіп алған адал жарын басқа біреуге оп-оңай қия салу дегеннің астарында не жатыр? Өкінішке қарай бұл талақтан шыққаннан кейін 2-ші, 3-ші, 4-ші, тіпті 10-ші күйеуге шейін шығып кетіп жатқан қарындастарымыздың тағдырын естіп жатамыз. Бұл былайша кезде талақты діннің атынан ойыншыққа айналдыру. Діннің әрине ол тұрмысқа шыққан қыз ойлайды. Бұл намазхан, бұл діндар азамат, бұл маған жақсылық жасайды, бұл маған жаңағы мейірімділікпен қарайды. Бірақ нәтижесіне қараған кезде өкінішке қарай ондай болмай жатыр. Неге? Себебі бұл діннің негізгі салмағын түсінбеу. Былайша өзінің нәпсіне, өзінің құмарлығына, өзінің былайша жеңіл-желпі сезімдеріне бой алдырудың арқасында
дінді жамылып сондай бір жеңіл әрекетке бару. Айналып келгенде кім зардап шегеді? Айналып келгенде әйел адам зардап шегеді, жетім балаларды өсіруге айналып келген кезде балалар зардап шегеді. Өйткені жетім болып өседі. Ананың тәрбиесі, әкенің тәрбиесі, толыққанды отбасы деген осы кезде байқалып қалады. Гүлім заттарын жинап, пәтерден кетуге бел буды. Паналайтын ешкім жоқ. Ата-анасы мен бауырларынан баяғыда өзі теріс айналған. Талай рет жылап келген анасының көз жасында елемеп еді. Енді өкінсе де, тағдырына қанша налса да, шегінерге жол жоқ. Маған Назараға келіп, қалан сыртында бір бөлмелі жатақханада бір бөлмем бар деді. Менің ешкімім жоқ, күйеуім жоқ екенін пайдаланып, көмектескен сияқты болып, сол жерге апарып мені орналастырды. Басында 2-3 рет келіп тұратын, кейін келуін жиілетті. Күнде келіп қал жағдайымды сұрап тұратын. Діни радикализм тек ислам дінінде ғана емес, өзге де ұстанымдарда кеңінен тараған. Онымен күрес мемлекеттік деңгейде жүргізіліп жатыр. Оған тосқауыл болатын бірден бір құрал ол азаматтарымыздың діни сауаттылығын арттыру. Оған ешқандай қарсылық білдірген жоқпын, себебі менің баратын жерім болған жоқ. Біз көңіл жарастырдық. Сол кезде аяғым ауыр екенін білдім. Шамалы уақыт еткеннен кейін күйеуіме аяғым ауыр екенін айтқанымда ол маған баланы алдырт деді. Мен алдыртпаймын деп екеуміз ренжісіп қалдық. Сонымен сол күні кешке ол үйге оралған жоқ. Міне, діннің атын жамылып, талай өрімдей қыздың, періштедей сәбилердің тағдырын ойыншық қылғандар исламға кір келтіріп жүр. Жатағыңға ергендердің жөні тым бөлек. Сәләфилік ағым өкілдерінің жұбайлары, олар көп жағдайда өздерінің өз ағымдарына қатысты болмаған туған туыстарымен байланыспайды. Ата-аналармен байланысын үзген, көп жағдайда туыстарының қолдауынсыз қалған, ерлерінің рұқсатынсыз олар сыртқа шығып жүріп тұра алмайды. Әдетте бұндай әйелдермен алғаш кездескенде олардың психологиялық, теологиялық портреттер жасалады. Яғни олардың сенім деңгейі қаншалықты радикалданған, жоғары деңгейде ме, орта деңгейде, төмен деңгейде ме, жаңадан ғана бастап жүрген адет пе, жоқ әлде сенім әбден қалыптасып қалған тұлғама, және жеке психологиясы бойынша ол райынан қайтаруға көнетін соған икемді тұлғама, жоқ әлде кейбір тұлғалардың психологиялық ерекшеліктері бойынша олар көзқарасын ауыстыруға өте қиындықпен көнетін тұлғалар болады. Сондай тұлғалар қатарына жатама осы мәселе жөнінде алдымен зерделеу жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін өздері түсіп жүрген ағымның мән мағынасын, оның шынайы мақсатын көрсете келіп, оның шариғаттан қаншалықты алшақ жатқанын түсіндіріп, яғни ұзақ та табанды түрде бірте-бірте кезең-кезеңмен жұмыс жүргізу арқылы оларға осы теологиялық қайта сауаттандыру жұмысы жүргізіледі. Бір жылда шамамен жүздеген қыз-келіншек Астана мешіттеріне барып көмек сұрайды екен. Бұл намысын жинап, қиналғаннан Алла үйіне барғандардың саны ғана. Ал келуге қымсынып, әлі де алдаудың арбауында жүргендер қаншама. Шариғаттан еш хабары жоқ, бірақ діни сауатым бар деп кеуде көтеріп жүргендер талай қызды ортаға түсіріп, бір емес, ондаған еркектің ермегіне айналдырып жүр. Дәрігерге қаралдым. Бірақ дәрігерлер денсаулығымда кінә болған соң баланы алдыртпасам өзіме зиян тиеді деп айтты. Қатты қиналдым. Ең бірінші келіп Назараға қайттым. Бірақ ол баланы алдырту күнә деп басын ала қашты. Түсік жасатуыма ақша беріңіз дегенім мені бөлмесінен қуып шықты. Солай барар жерім, басар тауым болмағандықтан мен анама хабарластым. Баланы алған соң 6 сағатта ес-түссіз жаттым. Сол кезде, сол 6 сағаттың ішінде мен ата-анамнан, бауырларымнан, ағайын туыстарымнан қол үзіп кеткендігімді және жалғыз екендігімді сезіндім. Бүкіл қателіктерім, күнәларым көз алдыма елестеп, сол кезде мен бұл ағымнан кету керектігін ұйғардым. Анаммен сөйлескеннен кейін жағдайдың барлығын айтып кешірім сұрадым. Өмірге жаңа келгендей болдым. Енді бәрін басынан бастап өмірімді жаңа беттен бастағым келеді.
Теріс ағымды ұстанғандар өз арбауына түскендерді ата-ана, ағайын, бауыр, дос жараннан айырады. Ешкіммен араласпауды талап етеді. Осы әрекет арқылы өз дегенін оңай істетеміз деп ойлайды. Арам пиғылы іске асқан соң әйелді де, баланы да тастап, екінші, үшіншісіне кете береді. Өз әйелдерін де солай басқасына бере салады. Мен адасып жүрмін бе, жоқ, әлде дәл қазір нақты айта алмаймын. Өйткені ойым сан сақты. Соңғы күйеуіммен қыз босандым, қатты қуанғам. Бірақ күйеуім қызымды бір күнге алып кетіп қыдыртып келемін деді де, қазір бермей отыр. Енді неге олар сондай жеңіл әрекеттерге баруға бейіл дейтін болсақ, әрине олардың негізгі мақсаты мынау көбінесе экстремистік, радикалды бағыттағы, немесе мынау жаңағы теріс бағыттағы топтардың өкілдері осындай әрекетке барып жатады. Олар былай шыққан кезде өздерін бір белгілі бір өмірге байланыстыратын құндылықтарға тәуелді болмас үшін. Өйткені мысалы бізде көп жағдайларда адам қиналады, не үшін? Отбасы үшін қиналады, балалар үшін қиналады, жұбайын жарын қимайды. Оларда ондай аяушылық сезім деген қалыптаспас үшін сондай бір некені, отбасын өзін былай шыққан кезде өмірге, болашаққа байлайтын нәрселерге ада ұстау үшін кез келген уақытта кез келген тапсырмаға кетіп қалу, кез келген уақытта кез келген өмірге бейімделу, сондай бір мақсаттарда мүмкін осындай талақ деген діннің үлкен бір қағидасын ойыншыққа айналдырып, ақыр аяғында жаңағы келемеждеп, ақыр аяғында қоғам бұдан зардап шегіп жатыр. Бұл әрине үлкен қасірет қоғам үшін. Бұл әсіресе қыздарымыз бұған өте мұқият болу керек. Бұл бірнеше мысал ғана, алайда өмірде мұндай оқиғалар жүздеп, мыңдап кездеседі. Кейіпкері әртүрлі болғанымен, қайғы мұңдары, зардаптары бір. Ермекке айналып, әр еркектің қолжаулығы болған қыз келіншектен дүдәмәл, тексіз ұрпақтың тарайтыны анық. Себебі ар намысы тапталғаннан әйелдік қасиет те жоғалады. Діндармыз деген жігіттердің айтқанына жүріп, айдағанына көнген қаршадай қыздардың бүгінгі ауыр тағдырын елестету тіптен қиын. Қыз үшін жүрегі езіліп, қан жылаған атана әлі күнге дейін ауыртпалықтан арылар емес. Бауыр еті баласының тас-талқан етілген тағдыры мен көзіндегі мұңын, жүректегі жазылмас жарасын көруден асқан қасірет жоқ шығар. Талақ ол еріккеннен берілетін нәрсе емес. Оның да өз пайғамбарымыз сүннетіне сай жолдар бар. Енді әртүрлі жағдайлар болады. Енді мүмкін емес өмір сүруі. Ағайын туған туысқан бәрімен ақылдасты. Осы кезде талақ бергенде де бірінші бір талақ береді. Және ол 3 ай күтіледі. Осы уақыттың ішінде егер қайтадан, ол не үшін күтеді? Өйткені осы уақыттың ішінде 3 айдың ішінде адам ойланып, толғанып болмайды екен. Отбасын қайтадан құруымыз керек. Ажырасуға бізге тиімсіз екен. Бақытты бола алмайды екенбіз. Бала жетім қалады. Немесе менің бір сезім, мен қимаймын, жақсы көремін деп қайтадан қосылған мүмкіншілік бар. Өкінішке қарай қазір таңда жастар, ол 3 талақ, шариғатта 3 талақ несін бірденен бере салады. Ол біздің Ханафи мазхабында қайту жоқ деген сөз. Қазіргі таңда дін атын жамылған қаншама ағымдар бар. Ертең тұрмысқа шыққаннан кейін шариғатта талап етілген құқықтары аяқ асты болып, ер азамат өзіне қойылған міндеттерді орындамау керек. Орындамайтын жағдайлар орын алады. Көп отбасылардың ажырасып, шаңырақтары шайқалуының бірден бір себебі екі жақтың ерлі зайыптылардың бір-бірінің алдындағы міндеттерді қойылған әу бастағы бір-біріне берген серттерді орындамауынан туындайды. Қос тағдыр, мөлдір мен гүлім, екеуі де қуанышқа кенелеміз деп қорлықты бастан кешті. Жатағымның жетегіне кетті. Тағдырлары әрқалай өрбісе де, екі кейіпкеріміздің тілегі бір, ойы ортақ. Адасу деген оңай екен ғой. Қыздарымыз адаспасын. Барлық аяулы қыздарды ер азаматтарымыз бағаласын, бақытқа бөлесін. Мен қазақ әйелдерін, қазақ балаларының бақытты болғанын қалаймын. Ешқандай әйел жесірліктің, ешқандай бала жетімдіктің дәмін көрмесе екен деймін. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты. Осындай оқиғалардан ойланамыз. Ой түйеміз, кейде аузы күйсе, үріп шедінің күйін кешіп сабақ аламыз. Халқымыз ежелден ақ қан тазалығын, тектілікті ұлт санасына ұялатып келген. Сондықтан ақ некенің асыл ұғымын жіті түсініп, бар ізгі қасиетті бойына жинаған ұрпақ тәрбиелеу басты борыш. Әкені тамыры тереңге жайылған алып ағаш десек, ана оның мықты діңгегі, ал бала бал татыған жеміс. Ендеше мәуелі ағаштарымыз кесілмесін, саясына панылап, жемісінен дәм татайық. Сонда ғана ұлттарды ұйыстырған берекелі еліміздің келешегі де кемел болмақ.